Ассаламу алейкум. Бүгінгі өтіле тұғын тема жиен жырау амаллық ұлы өмірі һәм дүрітушілігі хақында. Жиен жырау амаллық ұлы 18-ші асырдегі Қарақалпақ әдебиятының классик шайыры. Соңғы анықлауларға қарағанда ол 1730 жыллар туылып, 1784 жыллар қайтыс болған. Оның жасаған жерлері Жаңадария һәм Қуандарияның бойлары. Дәслепкі жыллардағы зерттеулерде жиен тағай ұлы деп жүртіледі. Мәселен, Нәжім Дауқараевтың анықлауына һәм шайырдың бірінші рет қосықлар топламында 1959 жылы ұсындай берілген. Жиен шығармаларын жинау 1930 жылдардан бастап қолға алына басталады. Белгілі әдебиетшілер Садырбай Мәуленов һәм Шәмшит Қожаниязовлар жиен жыраудың 1927 қатардан тұратұғын Посқан ел поэмасын, 80 қатардан тұратұғын Бертүйемді, 131 қатардан тұратұғын Қош болың досылар қосықларын халық арасынан жазып алып, Өзбекстан Ілімдер Академиясының Қарақалпақстан филиалының қолжазбалар фондына тапсырған. Шайырдың бірінші қосықлары 1940 жылы Посқан ел поэмасы Қарақалпақ халық творчествосы деген топламда қысқаша алғы сөзбенен шығарылды. Кітапта Қалла Айымбетовтың жиен жырау дүрітпелерін терең бақалаған алғы сөзі берілген. Онда былай деп жазады. Бұл кітапта Қарақалпақ халқының сүйіклі ұлларының, халықты басқарған басшыларының, сөз сөйлеген шешенлерінің сөз маржалары бар. Халық посқан, зарлы заманда халықтың зарына қобызын құшақлап, халық шеккен азапты бірге шегіп, арманын, азабын көрген, сөз етіп қалдырған жиен жыраудай сүйген ұлының асыл сөзі бар деп келтірген. Жиен жыраудың дүрітушілігі минеткеш халыққа сүйушілік идеяларымен суғарылған. Жиен жыраудың соңғы Қарақалпақ классик шайырларының қосықларында, мәселен, Өтеш Алшынбай ұлы өзінің өтті дүниядан деген қосығында жиеннің қуғыншылық тұрмысын жазады. Хайран болып еркін айтпай сөзлерін, қайғы басып солдырдылар жүзлерін. Кімлер алар еді оның ізлерін, арман менен жиен өтті дүниядан. Неше жыллар, неше күнлер ойланып, Хорезмді, Түркістанды айланып, барған уақыт ол халықты сайланып, қуғын болып жиен өтті дүниядан деп келтіреді. Посқан ел поэмасы жобасы поэманың текарғы идеясы көркем дүретпенің тілін таллау. Бұл поэмада Түркістан бойындағы қарақалпақлардың 1743 жылғы қазақтардың шабылуынан посып көшуі, жетім қыз Мінайымның тағдыры, халықтың арал бойларына көшіп келуі сөз етіледі. Қыпшақбай Матбұратовтың Тербенбес романынан. Ата, жиеннің жауырынан қақты да, посқан елге араласып, көзден ғайып болды. Жиеннің жүрегі өз-өзінен бірден әуліріп, оның айтқан сөздері құлағында жаңғыра берді. Сен атақлы жырау, халықтың сүйген шайыры боласаң, қане жырла, посқан елді жырла. Посқан ел поэмасынан үзінді. Бұл посқан ел поэмасында жиен жырау, жиен амаллық ұлы өзі де болған, өзі сол қобызын арқалап, сол посқан елменен бірге халықтың аяншылы жағдайын, халықтың халын, қалай ауқатланғанын, қалай келгенін, һәмде адамлардың бір-біріне болған мейірмалығы, сондай-ақ бір-біріне болған жек көрушілігі хақында өз пікірін толғауларында келтіреді. Мәселен, толғауларын үзінді оқса. Ата жұрты Түркістан, онда да паян етпеді. Күні түні қиналып, 12 айда тапқаны қыс азыққа жетпеді. Тамтар болды сулары, ексе егін бітпеді. Жаугершілік көп болды, сансыз адам қырылып, ғарға жеген өлікке жылға сайлар топ болды. Зұлымға дады жетпеді, адам өлді, қан төгілді, бүйігіна келе кесілді. Ақ денелі арудың бұрымлары есілді. Қолы жеткен шоштайып,
Жас қайтқан ғарылар таянып, ақ таяғын, белдері әбден бүгіліп, баса алмайды аяғын. Отырады демалып, 10-15-і құралып, үн қосып жылайды. Вай пақырлар, аналар, перзентлеріне сүйеніп, ары-бері жүреді, онда дағы болмайды. Қалады тағы Есау. Оны көріп балалары құшақлайды мойнынан, атасы менен анасы әрман менен сарғайып, дәртке іші жанады. Қош болыңыз балам деп, зорға иек қағады. Дейді олар ақырында, ашылсын балам бақтыңа. Енді міне сөз қылып айтайын деген дастаным, осы ашлыққа атадан һәм айырылып анадан жетім қалды мінайым. Айырылмастай қайғыны аға оған берді құдайым. Сол жылы тап сол жетім жетіп еді 13-ке. Өзі сұлу қыз еді, көргеннің мейірі қанғандай, қасылары қара қиылған, ауызға үріп салғандай. Жетім еді бейшара, қайырқомы жоқ еді Түркістаннан шыққан соң. Атасы менен анасы өліп еді бір күнде, арба жолдың бойында қалып еді пақырлар. Қызылқұмның ойында соннан бері бұл қызды қасыма ертіп әлпешлеп, ішпесемде өз басым тапқанымды беріп ем, кейінімнен қалмай олдағы жүрер еді ағалап. Әр уақытта бейшара атанасын айтады, төмен қарап тұнжырап, мен де оған жылайман, сай сүйегім сырқырап. Бұнда бұл Посқан ел толғауында сол жиен неше күн болғанын, Түркістаннан шыққалы, мысалы 4 күнде 93 адам өлді, 10 күнге қарай 140 адамға жетті өлгені деген мағлұматлар келтіреді. Һәм адамлардың қалай жүргелері, қалай келгелері, құмды қалай асқанлары, мысалы балалары жылайды, ешекке міндіріп алған балаларын, атасы болса қазан табақларын асылып жылап келатырыпты. Қыстан бұл жаз айы еді, жаздың құяшы деген қатарларды келтіреді. Һәм де сол ол жерде атанасынан айырылған сол 13 жасар мінайым деген қызды өз қайырқомлығына алады, һәм соны өзі жемей жегізіп, оған сол жолда қиналып қалмау үшін алып келатырған уақытта сол Посқан ел поэмасынан көрінісілер бұлар. Жолда келатырып бір байдың дем алып атырған, сол көшіп баратырған байдың дем алып атырғанын көреді. Яғни бұл уақытта халық толығыменен посады, бұл да байларда бар еді, жарлыларда бар еді деген мағлұматларды келтіреді Посқан ел поэмасында. Һәм бұл сол көшіп баратырған байлардың дем алып отырған уақытын суретлеп береді. Һәм де ол жердегі байдың баласы бар екенін, һәм байдың сол баласының сол мінайымды аламан деп зұлымлық қылғанларын да келтіріп өтеді. Бұл бір асқан бай екен, 4 түлігі сай екен, быдым-быдым бет аузы бір баласы бар екен. Отыр екен төрінде тамақ ішіп тамсанып, өзі байдың баласы ерке өскен енеғар. Мойнын созды, ұмтылды, қасымдағы жетімге қарады да жұтынды. Ол уақылары біздерде кейінімізге шегіндік. Қайтайық деп кейінге шатпақлаған затларды қағып салдық иінге. Қол аяғым қалтырап, жетім кетті қолымнан. Аға деген даусы құлағымды жарып шырқырап. Әр қайсысы ұрған соң ауды есім таяққа. Неғып күшім жетеді сол секілді саяққа. Қолымнан кеткен жетімнің өлдім деген даусы зорға келді құлаққа. Әрі-бері жүруге келмесе де халларым, тырмаңлайман сояққа. Тұра алмайман орнымнан, зіреклеп қан ағады. Яғни бұл жерде баласы жуырып келіп, сол бас қаһарманға айтады, маған осы қызыңды бер, егер хаялыққа аламан, жақсы болмаса қой кейініне саламан, болмаса көребен жанын аламан дегенге ұсаған сөздерді айтып доқ ұрады. Һәм бұлар кетейін деп атырған уақытта сол жәрдемшілерменен бірге сол бас қаһарманды ұрып, соғып, қызды алып кетеді. Һәм де бұны естен танып қалады. Кейін естен танып өзіне келсе, қасында 2 адамның тұрғанын көреді. Ол 2 адамды тарифлейді. Менің бұлар туысқанларым екен, інілерім екен деп тарифлейді. Һәм олар сол өзлері су беріп, сол дінге ендіріп,
оны екі інісі екі жағынан арқалап сол бас қаһарманға жәрдем беріп жол жүреді. Бұлар көштен қалып қойған болады, бірақ екі інісі сол көштен қалып басында қарап отырған болады бас қаһарманның. Һәм солар қиналып, өздері жемей сол бас қаһарманға сол береді, жегізеді, діңке енеді, өзіне келеді, бірталай қиналады, олар да аштан қиналады. Бұл жерде сол туысқандардың, сол көшіп келатырған халықтың бір-біреуге мейірмандығын, өздері жемей бір-біреуге жегізіп атырғанын, біреу-біреуге зұлым қылмай, бір-біріне мейірмандықпен, қайырқомлықпен қарап атырғанлығын жақсы түсіндіреді. Һәмде олар сол жүріп, сол екі інісінің арқасында үшеуі жүріп, сол көштің ізіне еріп алады. Олар бұны көріп қуанысады, көштегі адамдар қуанысып, һәммесі бірге жол жүреді. Жол жүріп келатырып, қатты қиналып, енді өлер халға келген уақытта қарабараққа мол бір жерге келеді. Һәмде сол қарабарақтан дәндерін қолдарымен уқалап жейді, біреулері ащы болады, біреулері дұршы болады, ішлері жанады, ішлері ауырайды, бірақ соны бұлар соның менен азық ауқат қылады. Достарым, өлмеуге себеп табылды. Қарабарақ мол екен, кебірге біткен қалып бос, таба алмайсаң тамақты. Ішерлік ас сол екен, басындағы дәнесін зиян қылмай қағамыз. Қағып алып һәммесін күн шуаққа жаямыз. Кепкеннен соң дәнесін түйерге бізде келі жоқ. Демек, соның менен сол қарабарақ жейді, ондан кейін атжоқай деген шөпке келеді, оларды да ауқат қылады, соның менен діңке еніп, бір-біріменен хал ауқал сұрасындай діңке енеді. Жол жүрсе де мол жүріп, онан кейін бұлар сол Айырша, Мұңайтпас, Тербенбес деген жерлерге келеді. Ал жігітлер, қоныс басқан жеріміз Мұңайтпас деген бұл атау белгілі макан еттік біз. Ал жігітлер, енді өлімнен құтылдық, жайнап жасынап халық болдық. Ағдарияның бойынан, шалшық сулы ойынан жекен ордық жазында, жақсы шыпта тоқуға. Жазы менен жекенді тынбастан ордық, орақлап шыпталарды тоқыдық. Шылымтал есіп қатылар шыпталарын жуырды. Яғни бұлар сол Мұңайтпас деген атауға келеді. Соның менен бұл жерде шалшық сулы суға келеді, һәм ол жерде олар қаза салып балық ұсылайды. Соның менен балық ұсылап қарны тояды. Һәммесі айтуына, бас қаһарманның айтуына қарағанда 10 шыпта болды деп айтады. Яғни 10 қос болды, 10 қосылық адам болдық. Келген уақытта 300 адам едік, 150-дей қалды деген мағлұматлар береді. Һәм ол қаза салып балық ұсылайды. Соның менен қыс келеді. Қыс келген уақытта жүдә қиналады. Аяқларымызда аяқ киім жоқ, үстімізде киім жоқ деген мағлұматларды айтады. Қыстан еплеп аман шығады. Аман шығып болып, бәһәрге келген уақытта құслар келеді. Бұлар қайттадан сол суға қаза салып басылайды. Ол кездері уақияларды айтып береді. Судың бетінде жұқамыз бар дейді. Қаза салып қойыппыз, түсуге тоңып тұрмыз. Ашпыз, бірақ та бәрібір бұл жерде тұрған менен қарын тояма деп, өздері мәртлік етіп, һәммесі сол қазаға барады. Барса қазаның іші толған балық болады. Бұлар қуанысып алып келеді. Сол өзлерінің қосыларына келсе, бала шаға, қатын қалаш һәммесі қуансады дейді. Сол қосқа сол сазаннан 5 сазаннан бөлістірдік, ішінде шөберелері де бар деп айтады. Сонымен бөлісіп, бұлар сорпаға тойдық. Сонымен балық екінші күні барғанымызда да көп балықлар түсіпті дейді. Сонымен қарыларымыз тойды, келіп қауын еге басладық, егін еге басладық, үстімізге шапан киіп, етік кие басладық. Жақсы халқымыз ғұрғын шаңырақларға айнала басладық деп айтылады. Һәм бұл жерде өзінде ең ақырында сол қарны тойып, өзлеріне келіп баслағаннан кейін баяғы мінайымды естілеген жерлері не келіп, сол менен бұл сабақлықтағы өзінді сол жерде тоқтайды. Егер бұл Женжираудың посқан ел поэмасының
ақырына шейін оқымақшы болсаңыз, қызыққан болсаңыз, осы сканер арқылы толық оқысаңыз болады. Демек, поэма бойынша сұраулар бар кеңінде. Осы сұрауларға айтылған мағлұматлар бойынша сұрауларға жауап берсеңіз болады. Ұсыным менен бүгінгі Посқан ел поэмасы Жиен Аманұлы хақындағы мағлұматлар осылардан ібарат. Диққатларыңыз үшін рахмет.